Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Назерке, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді тіске басардың рецептін ұсынамын. Орысша сырный шарики деп аталынады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керек заттар: ең алдымен бізге құрғақ таза тіс керек, және де сыр, ірімшік қажет болады. Жұмыртқаның 2 ақ ұнтақ және де ұн қопсытқыш, осындай біздің сырымызды өткізетін терка қажет болады. Құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқаның ақ қосамыз, шым-шым тұз қосып, миксердің ең төменгі жылдамдығымен шайқап бастаймыз. Біздің жұмыртқалы массамыз дәл осылай болып шығу керек, төңкергенде мүлде ақпау керек. Ендігі кезекте терканың өте майда жағын пайдаланамыз да, сырымызды міндетті түрде ұсақ қылып өткізетін боламыз. Сырыңыз сәл қатты болып тұрса, сонда сіздің теркаңыздан емін-еркін өтеді. Егер сіздің сырыңыз жұмсақ болса, онда ол былжырап кетеді. Енді біз ақ қоспамызға қосамыз ірімшігімізді. Қасықтың көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Асықпай, барлығы толық араласуы керек. Міне осылай араласуы керек, толық. Ендігі кезекте біз електен өткізілген ұнмен қопсытқышты қосатын боламыз. Бірден қоспаңыздар, 2 бөліп қоссаңыздар да болады. Ең алдымен қасықпен осылай араластырып аламыз да, содан соң қолдың көмегіне жүгінетін боламыз. Қолмен қамыр илеген сияқты асықпай әдемілеп илеп шығамыз. Екінші қоспамызды, яғни ұнымызды екінші бөлігін қосып, сәл ғана қатты емес, сәл ғана жұмсақтау қылып илейміз. Міне біз дәл осындай қолымызбен бүккен кезде ол домалақ пішінге ену керек. Сол кезде сіздің ұныңызды жеткілікті қостыңыз деген сөз. Егер сіздікі осылай қолмен мұжған кезде шашырап кетсе, онда оған ұн жеткіліксіз болды, немесе ұнды сіз көп қосып қойдыңыз. Сондықтан көрсетілген ұннан артық қоспаңыздар. Енді ұнтақталған нанымызға аунатып аламыз. Бұл міндетті емес, қыздар. Осылай да алып, қызып тұрған майға қорып алсаңыздар болады. Міндетті түрде майыңыз бауырсақты пісірген сияқты қатты қызып тұру керек, қыздар. Сол кезде сіздің ірімшікке толы сырный шариктеріміз өте әдемі болып шығады. Міне осылай барлығымен бірден салдым да, шамамен 10 минуттай қуырдым. Осылай сарғайғанша қуырып аламыз. Содан соң барып, сүзіп, таза тісімізге салып аламыз. Ыстықтай жеуге кеңес беремін. Мен осылай ыстық күйі алдым. Содан соң дастарханға қойып сұнған бетте полный желініп кетті, қыздар. Шын мәнісінде өте дәмді болып шығады. Сіздерге 100% ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар. Бұл рецепт өте оңай рецепт, сіздерге шын мәнісінде ұнайды. Міне қараңыздар, андай прям дәмді болып шығады. Енді мен сіздерге сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Сондықтан жасап көруге кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. YouTube каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Лайк басып, пікір жазуды да ұмытпаңыздар, қыздар. Сіздерге көп рахмет. Мен осылай қолдап, әрдайым пікір қалдырып, лайк басып, кеңестеріңізді айтқандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар. Тағы да қандай рецепт түсіргенімді қалайсыздар, комментарияға жаза кетіңіздер, қыздар.